Жәннәттә болатын құс еті жөнінде бір хадис келтірейік. Анас радиаллаху анху айтады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалям былай деді. Инна тайрал джаннати кәмсалил бұхт. Жәннаттың құсы дейді жаңағы. Еті желінетін құс қой енді болса да. Не секілді болады дейді? Хорасан, Ауғанстан, Пакистан, сол өлкені бұрын тарихта, жалпы ислам тарихында Хорасан өлкесі деп келеді. Сол хорасандық түйелер секілді үлкен болады. Соншалықты үлкен құс. Тар'a фи шажарил жанна. Жәннаттың ағаштарында, талдарында не алады дейді? Жаңағы рызықтанады. Сол жерден жаңағы өзінің несін тағамын жейді. Қала Абу Бакр радиаллаху анху солны естіп отырғанда айтты. Я Расулалла, инна хадихи ла тайрун наима. Я Расулалла, бұл сондай бір жағымды керемет құс болса керек та деді. Сондай бір керемет құс шығар, жағымды деді, керемет. Фақала саллаллаху алейхи вассалам, акалатуха ан'ам минха. Егер жейтін болатын болсаң, ол өзін қарағаннан гөрі көбірек жағымдырақ. Сондай көбірек дәмдірек деді. Жейтін болсаң оның етін. قالها ثلاثا وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол уақыт не деді? Жаңағы оның еті көбірек дәмді, көбірек жағымды деп 3 рет айтты да Абу Бакрге дұға қылды. Мен сол жаңағы сол құстың етінен жейтін адамдардан боласың деп сені үміт етемін. Солай дұға қылам деді. Солардан сол құстың етін жейтін адам боласың деп не қылам деді. Үміт етемін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрге дұға жасады. Имам Ахмад пен имам Ат-Тирмизи хадисте риуаят еткен. Енді жәннаттың Алла тағала Құранында мынау жаңа көрпелері, төсектері жөнінде айтады. Вафурушим марфуа. Яғни ол жәннаттағы төсек, көрпе сондай биік дейді. Сондай биік. Осы жөнінде пайғамбарымыз айтады. Абу Саид Аль-Худри радиаллаху анху риуаят етіп отыр. قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. Жаңағы биік төсектердің биіктігі дейді, кәдімгі аспан мен жердің арасындағы биік секілді дейді. Өте биік болады дейді. Ал жаңағы астынан бастап үстіне дейін сапар шегетін болсаң, 500 жыл сапар шегесің дейді. Соншалықты не биік төсек. Хадисті имам Ат-Тирмизи және Ибн Аби Дуния келтірген. Осы төсек жөнінде айтады. Лау туриха фирашун мин а'лаха лахава иля қарариха 100 хариф. Егер де дейді сол жаңағы биік төсектің үстінен бір көрпеше алынып жерге тасталатын болса, жерге жеткенше 100 жыл өтеді. Соншалықты биік төсек, биік көрпе. Бұл хадисті имам Ат-Табарани риуаят етеді.